Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Досик Фишман деген екен. Подписка жасап қойыңыз жігіттер. Енді бастап отыр YouTube каналында. Сол қолдап қоямыз. Рыбалкаға кетіп бара жатырмыз жігіттермен. Ассалаумағалейкум. Ой, молодцы жігіттер. Қандай балық ұстайсыңдар? Бір слишком кетіп қалыңдар. 90 сантиметр. Лумкадан шығара алмай қалып жүрмек дәу балықтарын. Дәу балықтарын шығара алмай. Мен көзбен сөйлешпін. Мынау Байсеркен мосты, мынау бетонка. Аргос трассасы ғой. Аргосқа шығатын трасса. Былайынан Байсеркеге кетеді. Содан өтеміз. Жалғамыс жақта, Алматы облысы. Жалғамыс ауылы. Поселок Жалғамыс. Сол жерде водоем бар. Удачная рыбалка. 8 озер білесіздер ғой. Соның артқы жағында, төменгі жағында ғой деймін. Сол жол қазір Капчегес трассадан бетонкаға өттік. Қандай трасса? Қарғостың трассасы. Жалғамыс. Маркадан өтесіздер. Жалғамысқа кірдік. Жігіттер міне мына форельге кішкентай мынандай күрчек. Сол жасаған мен грузиломен ғана тұрады. Ортасына термоусадка салатын қажет емес. Олай да болады, термоусадкамен де жасауға болады. Мынау эффективный, жеңіл, жинағанға да жеңіл. Андай сырный пастаны жақсылап алақанға инетіп аламыз. Сырный паста өте дәу болса, бұл суда жарты сағат, 1 сағат деген бұл сінеді. Сінген кезде бұл дәу шарик болып кетеді. Сол үшін мынаның үлкендігі саусақтан үлкен болмау керек. Пастын салған кезде мынандай күрчектің несі көрінбеу керек. Форель деген ол өте қорқақ балық, өте ақылды балық. Мынаны тістейді да, күрчектің дәмін аузына тисе, ол сразу түкіріп тастайды. Форель деген балық. Оны іздеме мынандай болады. Глубина қатты терең емес, 1 метрден астам. Ал күрчектің несінен жерден, несі биіктен көтерілсе 15-20 жеткілікті. 30-50 уже ол түспейді. Еще кешкі уақытта үлкен министрлар, үлкен 3 килограммдықтар деген көбінесе мен тәжірибемде шет жақтан алады да, ортасынан алмайды. Осында қамысқа жақындырақ сондай жерден салу керек.
Аста блескалармен. Беті уже қатып жатыр ма? Жауып қоятын жоқ еш? Жоқ, бізге обычный ғой. Ешқандай наворочный ештеңе жоқ. Тартып кетсе удочка ішке кірмейді дейсің ғой? Жаңа жігіттер мына салып едік қой, 15 бірінші удочка ғой, самый бірінші салып. Шығарып жатып, бисмилля деп көрейік қандай түсірген. Опа-на. Үлкен секілді ғой. Асық басып қой. Ай, красавчик. Жаңағы бірінші удочка салдық. Несін 15 қылып қойғанбыз. Бергір. Екінші балығымыз түсіп жатыр. Мынау сырный пастаға түсті. Екіншісі. Әлбетте ауыстырады екенбіз ғой. Пробный. Пауза қойып тұрайық.